Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Радиациялық қауіпсіздік негіздері курсын жалғастырамыз. 9-шы дәрістің тақырыбы радиациялық мониторинг және дозиметрия әдістері. Радиациялық мониторинг және дозиметрия әдістері радиациялық қауіптіліктерді бақылау және өлшеу үшін маңызды рөл атқарады. Бұл әдістер сәулелену көздерін анықтау, радиациялық, сапалық және сапалық көрсеткіштерді бақылау және адамдар мен ортаға әсерін бақылау үшін қолданылады. Бұл дәрісте радиациялық мониторингтің маңызы, дозиметрия әдістері және олардың қолданылу аясы қарастырылады. Радиациялық мониторингтің маңызы. Радиациялық мониторинг адамдардың денсаулығы мен ортаны қорғау үшін қажет. Бұл әдістер ядролық энергетика, медицина және ғылыми зерттеулерде қолданылады. Мониторинг радиациялық апаттарды ерте анықтауға және оларды жоюға мүмкіндік береді. Радиациялық деңгейлерді бақылау арқылы қауіпсіздік стандарттарын қамтамасыз етіледі. Дозиметрия әдістерінің түрі. Дозиметрия қолданбалы ядролық физиканың иондаушы сәулеленуді, сәулелену өрісін немесе сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық шамаларды және осы шамаларды анықтау принциптері мен әдістерін қарастыратын бөлімі. Дозиметрия оның химиялық, физикалық және биологиялық әсерін анықтайтын иондаушы сәулеленудің физикалық шамамен айналысады. Дозиметриялық шамалардың маңызды қасиеті өлшенетін физикалық шама мен күтілетін радиациялық әсер арасындағы белгіленген байланыс. Гамма спектрометриясы арқылы радиациялық спектрді талдау. Синтезиялық детекторлардың сәулелену энергиясын өлшеу үшін қолданылады. Термолюминесценттік дозиметрия радиациялық дозаны өлшеу үшін пайдаланылады. Полюс детекторлары радиациялық көздерді анықтауға мүмкіндік береді. Биологиялық ортада сәулелену дозасын қалыптастыру кезінде иондаушы бөлшектер мен жанама иондаушы бөлшектер тікелей ерекшеленеді. Тікелей иондаушы бөлшектер зарядталған бөлшектер, яғни альфа бөлшектері, бета бөлшектері және тағы басқалары. Ал жанама түрде иондаушы бөлшектер зарядталмаған бөлшектер, яғни нейтрондар, гамма, кванттар. Биологиялық индивидтерді сәулелендіру кезінде жедел сәулеленудің ерте әсерімен көрінеді және ұзартылған бір және бірнеше сәулелену ажыратылады. Жедел және ұзартылған сәулелену бір реттік немесе фракцияланған болуы мүмкін. Сонымен қатар, созылмалы сәулелену мүмкін. Оны фракцияланған, бірақ өте аз дозада ұзақ уақыт өндірілетін түрі ретінде қарастыруға болады. Радиациялық мониторингтің технологиялары. Автоматты радиациялық мониторинг жүйелері 24/7 бақылауға мүмкіндік береді. Дрондар және роботтар радиациялық қауіпті аймақтарды зерттеу үшін қолданылады. Жергілікті радиациялық детекторлар тұрақты бақылау үшін орнатылады. Сапалық бақылау әдістері радиациялық деңгейлерді дәл өлшеуге мүмкіндік береді. Атом энергиясы объектілерінде радиациялық қадағалау.
Ядерлі жанармай кәсіпорындарында радиоактивті қалдықтарды өңдеу, сақтау, көму объектілері, сондай-ақ иондық сәулелену кезінде радиациялық бақылау үшін пайдаланылатын приборлар. Радиациялық мониторингті қолдану аясы. Ядролық энергетика объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, медициналық радиацияны бақылау, табиғи радиация көздерін зерттеу және бақылау, және радиациялық апаттардың салдарын қалған аймақтарды деконтаминациялау үшін қолданылады. Дозиметрия стандарттары және нормативтер. Дозиметрлер иондаушы сәулелену дозасының қуатын анықтауға, сондай-ақ иондаушы сәулеленген затпен өзара әрекеттесуін туындайтын химиялық, фотографиялық, центелиялық иондаушы және басқа да әсерлер инициациялауға мүмкіндік береді. Олар үш түрге бөлінеді. Біріншісі жеке. Медициналық мекемелер қызметкерлерін иондаушы сәулеленудің олар сіңіретін қуатына, дозасына тұрақты мониторинг жүргізуге арналған. Екінші клиникалық, яғни жұмыс сәулесіндегі иондаушы сәулелену деңгейін өлшеуге мүмкіндік береді. Сәулелік терапияны дайындау және жүргізу кезінде қолданылады. Үшіншіден, қорғауды бақылау дозиметрлері. Иондаушы сәулелену көзінің шашыран сәулеленудің дозасының қуатын бағалауға арналған. Мониторинг медперсоналдың тұрақты жұмыс орнында жүргізіледі. Халықаралық атомдық энергетика агенттігі радиациялық қауіпсіздік стандарттарын белгілейді. Қазақстан Республикасының радиациялық қауіпсіздік нормативтері стандарттарына сәйкес келеді. Дозиметрия әдістері радиациялық дозаны дәл өлшеу үшін қажет. Радиациялық қауіпсіздік нормативтері адамдардың денсаулығы мен ортаны қорғау үшін өте маңызды. Иондаушы сәулеленудің энергиясы соншалықты үлкен биологиялық материалдың атомдары мен молекулалары иондаулары. Осындай өзара әрекеттесу нәтижесінде электрондар бөлініп, дененің жұмысы бұзылады. Ірі тіндердегі өзгерістер иондар кезінде бөлшектер арасындағы химиялық байланыстардың бұзылуынан, жасушалардың ішіндегі молекулалық зақымданудан және енді қалыпты жұмыс істей алмаудан туындайды. Дозиметрлерді қолдану кезінде мына жайтты ескеру керек. Халыққа арналған прототипті дозиметрлік құралдар индикаторлы өлшеуге арналған болып саналады және мына түрлерге бөлуге болады. Олар дабыл индикаторлар, өлшеуіш индикаторлар және аралас дозиметриялық құралдар. Тіркеу мен дозиметрдің иондық тәсілі. Газдағы әртүрлі иондағыш сәулеленуді өтуі кезінде ионизация электрондар және оң иондармен әртүрлі потенциалдары бар екі электродтар арасында ионизациялар түсіндіреді. Олай болса, электрондар мен иондар сәйкес электрондарға жылжиды. Осының нәтижесінде тізбекте тоқ пайда болады. Газды ионды детекторлар қандай да бір газбен толтырылған конденсаттардың болып есептелінеді. Және оларды иондық камералар деп атайды. Иондағыш камераның маңызды сипаттамасына вольт-ампер сипаттамасы жатады. Иондағыш камерадағы электродтарда төменгі кернеу болған кезде иондағыш сәулеленуден түзілген электрондар мен иондар бөлшектері ретсіз диффузиялық қозғалыста болады. Кейбір электрондар электротеріс иондар түзіледі. Сондай-ақ
оң және теріс иондардың қосылуы кезінде рекомбинация пайда болады. Дозиметрияның стенциляциялық әдісі. Стенциляциялық әдістің физикалық негіздері заттардың молекулалары мен атомдарының олар арқылы зарядталған бөлшектер өткен кездегі қозуы мен ионизациялау. Қысқа уақыттан соң олар негізгі күйге жарықтық сәулелер шашырату арқылы өтеді. Оның спектрі заттардың молекулалары мен атомдарының энергетикалық деңгейінің құрамына тәуекел. Жарық шашыраушы стенцилятор арқылы екінші ретті бөлшектер әсерінен фотондар мен нейтрondарды жанама сәулелену арқылы пайда болуы мүмкін. Бірінші жағдайда беру электрондары мен фотоэлектрондар әсерінен, екінші жағдайда беру ядросы мен зарядталған бөлшектер әсерінен пайда болады. Олар Na және NP реакциялары нәтижесінде пайда болады. Стенциляторлар өзіндік жарыққа жеткілікті мөлдірлікте ие болуы керек. Стенциляторды бірқатар белгілер бойынша классификациялайды. Дозиметрлердің люминесценция әдістері. Люминесценция әдістер тек қана радиофотолюминесценция және радиотермолюминесценция негізделеді. Әдіс люминофорда иондаулы сәулесінің әсерінен пайда болған заряд тасымалдаушысы жинақтау орталықтарына бірігіп, нәтижесінде жұтылған энергияның жинақталуына негізделген. Ол қосымша қоздыру кезінде босатылуы мүмкін. Қосымша қоздыру люминофордың белгілі толқын ұзақтығы бар ультракүлгін сәулесімен жарықтандыру арқылы не қыздыру арқылы жүзеге асуы мүмкін. Бұл кезде бақыланатын оптикалық әсерлер энергияны жұту өлшемі қызметін атқара алады. Радиациялық мониторингтің болашағы. Жаңа технологиялар радиациялық мониторингтің дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. Шартты интеллект радиациялық деңгейлерді автоматты түрде талдауға қолайлы. Нанотехнологиялар радиациялық детекторды жасау үшін қолданылады. Радиациялық мониторингтің дамуы радиациялық қауіпсіздік стандарттарын жаңартады. Радиациялық қауіпсіздік үшін ережелер. Радиациялық көздер қауіпсіз пайдалану үшін ережелерді сақтау қажет. Радиациялық мониторингтің арнайы мамандармен жүргізілуі керек. Радиациялық қауіпсіздік нормативтерін сақтау арқылы адамдардың денсаулығы мен ортаны қорғауға болады. Радиациялық апаттардың алдын алу үшін радиациялық мониторингтің маңызы зор. Радиациялық мониторингтің маңызы және қолданылуы. Радиациялық мониторинг және дозиметрия әдістері радиациялық қауіпсіздік пен денсаулық сақтау үшін маңызды рөл атқарады. Бұл әдістер ядролық энергетика, медицина және ғылыми зерттеулерде қолданылады. Радиациялық мониторингтің дамуы радиациялық қауіпсіздік стандарттарын жаңартады және адамның денсаулығы мен ортаны қорғауға мүмкіндік береді. Бұл әдістер радиациялық апаттарды ерте анықтауға және оларды жоюға мүмкіндік береді. Осымен біздің 9-шы дәрісіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға барлығыңызға рахмет.